Жыл сайын Риддер мектептерінде оқыту жағдайын жақсартуға бағытталған модернизация жасалады. Жаңа модификация кабинеттері көбейіп, асханалар, кітапханалар жаңартылуда. Нөмірі 2-ші орта мектебінде жазда кітапхана мен асханасының түстену аймағына ағымдағы жөндеу жасалды. Заманауи модульдық жиһаз алынды, жаңа дизайн мен рәсімдеу жасалды. Кітапхананың модернизациясына 3 миллионнан астам теңге, мектеп асханасына 5 миллионнан сәл астам теңге бөлінген. В прошлом учебном году нашей школе было... Өткен оқу жылы біздің мектепке 57 миллион теңге бөлінді. Ол ағымдағы жөндеуге және материалдық техникалық базаны нығайтуға бөлінді. Жұмысқа тұру жол картасы аясында шағын қалалар мен аудандық орталықтардағы 5000 мектеп бағдарламасы аясында мектебімізде асхана мен кітапхананың модернизациясы жасалды. Мектеп кітапханасы модернизациясына 3 миллион 300 мың теңге сомасы бөлінді. Ол қаржыға ағымдағы жөндеу жасалып, жиһаздары жаңартылды, автоматтандырылған жүйе орнатылды. Оқушыларға кітапханадағы сабақтарға көмектесетін интерактивті панель орнатылды. Оны кітапханашылар белсенді қолданады. Кітапхананың ішіне ағымдағы жөндеу жасалып, абонемент және оқу залы аймақтары жасалды. Ал дизайнда кеңістікті кеңейтуге мүмкіндік беретін ең қызықты шешімдер қабылданды. Интерактивті панель мен автоматтандырылған кітапханалық жүйе орнатылған. Коворкинг орталық жасалды. Бұл жерде тек оқып қоймай, компьютермен жұмыс жасап, сурет салып, сөз жұмбақтар шешеді. Жаңартылған мектеп кітапханасы оқушыларды тарту орталығына айналып кетті. И, о чудо, она засияла яркими новыми красками. Жөндеудің нәтижесінде біздің кітапханамыз жайнап, жарқырап, ғажап болып кетті. Ең бастысы мобильді болды. Балаларды да, ересектерді де таңғалдырды. Мен кітапхананы модельді кітапхана деп атар едім. Өйткені мұнда кітапханалық қызмет көрсетуге де, оқу процесін қолдауға да барлық жағдай бар. Айрықша мақтанышымыз ол кітапхана ресепшені. Ол кітапханашының жұмыс орны ғана емес, оның қызметтік ерекшеліктері де бар. Бұл жерде оқырманды жақындататын кітап сөрелері бар, интерактивті панель сыныптан тыс шаралардың сапасын арттырды. Кітапханада қызметі көп, жабдық бар деген сөз. Кітапханамен қатар буккроссинг бұрышы да танымал. Онда оқысаң, өзгеге бер қағидатымен кітаптармен алмасады. Гаджеттер ғасырында кітап оқитын оқушылар көбеюі үшін.